Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге сосиски в тесте рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, сүт, сосиски, жұмыртқа, ерітілген сары май, қант, жұмыртқаның сарысы, ашытқы және тұз. Алдымен біздер ашытқы ашытып аламыз. Сүт құйып, ашытқы, қант, 2 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қоямыз. Ашытқымыз көтерілді, сары май, жұмыртқа, қант, тұз, ұн салып, жақсылап араластырып, қамыр елейміз. Қамырымыз осындай болып шықты, қолымызға жауыспау керек. Осының үстін пищевой пленкамен орамалмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Нан тақтайыма ұнды сеуіп, қамырымызды тағы да бір елеп аламыз. Жайылған қамырымызды ұзынша қылып жағымызбен кесіп шығамыз. Шұжықты 2-ге бөліп алдым. Енді спираль қылып қамырымызды орап шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Протеинді майлап алдым. Енді осыған салып шығамыз. Жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қостым. Енді осылайтып жағып шығамыз. 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Достар, міне сосиски в тесте дайын болды. Осы видеоның соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.